Қаржы коды. Қаржы коды қалай жұмыс істейді? Жалақыңыз кенеттен көбеюі мүмкін. Жалақысы жоғары жұмыс орнына ауысуыңыз мүмкін. Ақшалай сыйлық, лотерея ұтысы, тағы басқа. Жеке қаржы кодын қалай пайдалануға болады? Телефон немесе сейф үшін пароль ретінде, логин ретінде, немесе электрондық почтаның атауы ретінде, банктік картаның пин-коды ретінде пайдаланған жақсы. Сіз осы сандарды жиі пайдаланып тұрсаңыз, соғұрлым ақша потогы ашыла түседі, тартылыс заңы іске асады. Мысалы 27.02.1984. 2 қосу 7 тең болады 9, 0 қосу 2 тең болады 2, 1, 9, 8, 4 сандарын бір-біріне қосу арқылы 22 сан шығарамыз. Оларды да бір-біріне қосу арқылы 4 сан шығарамыз. Және шыққан сандарды тағы да бір-біріне қосып шығамыз. Сонда 15 сан шығады. 15 сан бірлікке айналдырсақ, 1 қосу 5 тең болады 6. Сонда 9246 қаржы коды шығады. Кез келген ақшаға неғұрлым ірі ақша болғаны дұрыс. Осы суреттегідей 4 санын жазып, бүктеп қоямыз. Здравствуйте! Сейчас я на этом видео покажу, как правильно сложить долларовую купюру в пирамидку, куда вы можете написать либо код миллионера или свой финансовый код. Смотрим. Сначала данный доллар берем, сворачиваем пополам. Главное, чтобы вот эти вот уголки сошлись. Потом у нас получится правильный треугольник, пирамидка. Теперь берем вот этот уголок вверху. Достар, бұдан басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Теперь дальше собираем, как обычный треугольник, как бы вы складывали его. Так. И следующим образом. И смотрите, здесь у нас получился кармашек вот такой. Мы вот этот вот кончик складываем сюда. Все, пирамидка готова. Складываем его, вот видите, здесь как раз таки пирамидку видно. Ложим его в портмоне таким образом, чтобы часто на него натыкаться. Можно даже щупать, но данный доллар никуда не тратить